бәріне сәлем. Бұл влог 2. Бүгін Алматыға бара жатырмын. Просто влог ішінде кішкене болады. Ақтілектің үйіне келе жатырмыз. Бүгін Ақтілектің үйінде Аружан қонақта. Вот, Ақтілектің үйіндегі балкон видеосында екен. Блин, так классно. Өте әдемі, кстати, мына жақта мешітте көрінеді екен, иә? Тау көрмеген қысың ғой, әдемі. Үйіне рум-тур, кіреберіс жері. Ой, кіреберіс жері осындай. Именно кафе. Вот смотрите, Тиффани, несімен гүл. И мына жақта Ақтілектің шапкілер тұрады екен. Мына жақта туалет, ванна. Вот. Тут я. Вот, осы жерде туалет ваннасы бар. Өшіріп қоямыз. Потом кухня. Кухнясы осындай. Тефаль, там тостер жасайтыныз. Енді оны неге білесіңдерсіңдер деп па? Эстетика, оның эстетика. Вот, кухнясы осылай көрінеді. Столдар өте қатты ұнады, әдемі. Потом балкон. Балконнан тоже вид күшті. Әттілер жай қоптады, көрмейміз. Балконы осындай, кухнясы да осындай. Потом Ақтілектің өмірі жиналмайтын төсек. Все, о, киініп отыр. Привет. Видите? Я. Блог қой. Блогқа привет деп қой. Все, осындай күшті жерге келдік. Қазір не жейміз? Паста. Ага. И чизкейк. Чизкейк. Паста немен? С креветкой. Все. Вот, короче, мен паста заказ бердім. Ақтілек те паста заказ берді. Вот. Я, Ақтілек осы дұрыс деп маған ақыл айтты. Креветками, вот. Кстати, мен бірінші рет көрейін деп жатырмын. Да, вот. Thank you. Мен бәді қалмайды ол. Сторис түсіретін қыздар осындай тамақ жегізбейді. Вот. Маған тамақ жегізбей жатыр. Өз сторис түсіріп. Так, қазір біз Тидор дегенге келдік, Ақтілек алып келді. И чай будем. Кстати, Хэллоуин прям не сосвил. Вот мына жерге қараңыздар, прям Хэллоуин с Парижге келдік. Все так әдемі. Аружан, you know that today's atmosphere is really good. Oh, I know. Yeah, Ой. Еще Шанель, о май гад. Просто ана жерде біреу Шанель пакетін ұстап тұрды. Так, рум-тур түсіруді ұмытып кетіппін. Кірген кезде осындай прихожая бар. Яғни киімдерімізді іліп қоямыз. Потом мына жақта менің аяқ киімдерім. И мына жерде үлкен айна бар. Тут я. Вот, одан кейін оң жақта мини-бар. Потом рабочий стол, жұмыс жасайтын орын осы жерде. И отельдің өзі, ой, кадры дейді бұды кеттік. И еще осылай көрінеді. Міне, бір орындық, екі орындық, телевизор, вот картинка. Мен мына жерде ұйықтаймын. Жаңағы менің әпкесім осы жерде. Вот. Погода вообще өте күшті болып тұр.
Телевизор здесь, рабочий стол. Здесь ванна, но я вам сендерге көрсетпеймін, потому что ол жақта менің әріптесім шомылып жатыр. Look of the day. Өзіме, естественно, такая. Тоже. Шторлары да. Бәріне қайырлы таң, көзім өсіп тұрған шығар көрініп. Қазір тамақ ішуге келдік. Вот. Что тут такое? Nice. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? I can tell you what Christmas is all about. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your nose. Өзіме осындай завтрак заказ бердім, потом латте. Да. Татьяна, привет. Семинарға келдік. Бұл жерде маска мен потом хот-дог. Привет. Такси, да? Ауа райы күшті болып тұр. Прям қазір семинардан шықтық. Енді кофе брейк болады. Одан кейін қайтадан кіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. So I'm offering a sample frame. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Келдім мен мынандай кафешкаға. Қазір осындай французский кофейняға келдік. Мен өзіме круассан, ал Ақтілек осындай атын ұмытып қалдым, осындай заказ берді. И латте. Кстати, мен латтені жақсы көремін, уже айтқан шығарым. Вот. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Вот. Семинар сабақтың басталуына әлі 1 сағаттай уақыт бар. Тамақ ішіп алдым, асыға түсіп, таңғы ас ішіп, енді кішкене демалайын дедім. Вот мынандай жерде. Прям музыкасы пентхаус есіме түсіріп отыр. Мына жердің бәрі пентхаус секілді. Вот. Реально вам не кажется, пентхаустың музыкасы сияқты. Прям отельде ана пентхаус болып. Алматыға келген мақсатым семинар, яғни менде музейде жұмыс жасаймын, менеджер болып, музейде гид болғандықтан бізге осылай сабақ үйретуге Алматы қаласына 3 күнге келдім. Қазір енді 2 күніміз өтті, бүгін соңғы күн, түнде жолға шығам. Сабақ өте жақсы өтіп жатыр, ұнап жатыр. Ақтілекпен кездесіп қыдырдым, вот. Осындай жаңалықтар. Және бұл жақта Түркістанда барлық адам сұрайды, керуен сарай бар ма, керуен сарай қандай, керуен сарай деп. Просто келіңдер, көріңдер, и все. Оны бәрібір 1000 рет естігеннен 1 рет көрді дейді ғой. Вот соны айтқым келеді. Ноталарды қараңыздаршы, қандай әдемі. Музейіне келдік. Бұл жерде чувство ритма деген выставка болып жатыр. Қазақтың заттары, әшекейлері, кезінде тұтылған заттары өте әдемі, маған ұнап жатыр.
кстати, ая шалқардың жасалған көрмесі осындай. Сейф музейіне келді. Өте прям әдемі картиналар маңнан жатыр. Вот. Бұл екінші бөлме. Өте әдемі. Қасиевтегі маған ең ұнаған жер ол, конечно. Sorry. Прям ішім өте ұнап жатыр. Кстати, бүгінгі образым жолдан, ал мынау Ақтілектің сумкасы. Чтобы Ақтілектің сумкасын біліп аламын, да? Что типа образ, да? Fashion girl. Yeah. Thank you. Вот это я. А это Ақтілек. Ой, блин. Если бөлмеге кірдік, здесь вот такие вот мүсіндер. Осындай мүсіндер бар. Прям еще ұнап жатыр. Күшті екен іші. На это. Ну, похож. Вот, келесі музей экспонаттарға келдік. Вообще, іші өте әдемі, жаңа стильде жасалған, мүсіндері болсын, өте қатты маған ұнады. Яғни әртүрлі қазақ болсын, европалық, итальяндық, париждік стильде болсын, өте керемет салынған. Маған қатты ұнап жатыр. Вот, картиналар да өте әдемі. Егер Алматыға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде Қастеев музейіне соғуды ұмытпаңыздар. Ау. Аружанның макияжсыз тірі деген келіп тұр ғой, сен қазір тауып бірім. Сен таппай кеттік. Сен тауып қойдық, кстати. Да? О, это мы вдвоем на чили на Чувство ритма. Бірінші, екінші қабатта. Вот. Мына жерде қазақша кілемдер. Енді қазіргі заман картиналарына келдің. Қазіргі заманда осындай әдемі картиналар қойылған. Адам өте көп. Біріншіден, екіншіден, маған ұнады. Командировка аяқталды. Енді үйге қайтып бара жатырмын. Осымен влог аяқталды, менің ойымша. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сол себептен комментарий жазып, лайк басып, репост жасауды ұмытпаңыздар. Барынша мені қолдаңыздар.